Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін қыстың қамын жазда ойла демекші, қыстың күні қытырлатып отырып жеп отыратын осындай қиярлар дайындайтын боламыз. Және де ең дәмді болып шығатын қиярларды бүгін анамның құпияларымен, яғни анаммен бірге жасайтын боламыз. Сол үшін видеоны жіберіп алмаңыздар. Менің анам ылғи да осы банкаға қиярды жауатын кезде үйдің қиярына жауады. Өйткені сол кезде банкымыз атылмай күшті шығады дейді. Міне біз осылай өзіміздің ауламыздан осынша қиярларымызды теріп алдық. Енді бұл қиярларымызды жақсылап тұрып жуатын боламыз. Егер де сіздердің қиярларыңыздың сыртында тікенек секілділер болса, соның барлығын кетіріп тастап жуыңыздар, өйткені ол банкамызға болмайды екен. Және де сіздерді тура осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін, өйткені менің анам осы рецептпен қанша жыл бойы жасап жүр. Өзіміз жылда осыны сүйсініп жейміз, сондықтан да осы рецепттен жасап көріңіздер, өте сәтті шығады, ешқандай да банкаларыңыз атылып кету деген ондай болмайды. Ендігі кезекте қиярларымыздың екі шетін осылай алып тастайтын боламыз. Барлығын тура осылай алып тастаймыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта өте керемет рецепттер шығады. Және де менің каналыма өтіп көрсеңіздер, өте керемет сәтті рецепттермен бөліскенмін. Және де менің плейлист бөліміме өтсеңіздер, ол жерде өте көп рецепттер жинақталып тұр. Сіздерге қарауға ыңғайлы деп ойлаймын. Қиярларымыздың барлығын турап болғаннан соң үстіне қиярларымыз суға батып тұратындай етіп су құямыз да, және тура осылай 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағат тұрғанда біздің қиярларымыздың ішіндегі керек емес заттар суға шығып кетеді. Ендігі кезекте бізде банкаларымыздың барлығын жақсылап жуып, осылай күннің астына төңкеріп қоятын боламыз. Ендігі кезекте қақпақтарымызды содамен әдемілеп жуып болғаннан соң отқа 5 минуттай қайнатып аламыз. Енді әрбір банкамызды осылай будың астына стерильдеп шығамыз. Менің анам осындай шәугімдердің үстіне шөмішті қойып осылай булайды. Сіздер де осылай буласаңыздар болады. Бұл әдіс біздің банкамыздағы барлық микробты өлтіреді. Банкаларымыздың ішіне осындай укроп саламыз, содан соң ащы бұрыш салатын боламыз. Содан соң сарымсақ және де бізге әдемі ароматный дәм беру үшін осындай түйір қара бұрыш қосамыз. Содан соң қалампыр қосамыз, орысшасы гвоздика. Бұл өте әдемі иіс береді. Және де біз барлық банкаларымызды стерильдеп осылай қақпақтарын жауып қоятын боламыз. Ендігі кезекте барлық банкаларымызға қара бұрыш, қалампыр және сарымсақ, содан соң укробымызды, қиярымызды барлығын салып шығатын боламыз. Негізінде банкаға өздеріңізге керекті заттарды салсаңыздар болады. Мысалы, біреуге ащы бұрыш ұнамауы мүмкін деген секілді өздеріңіз қалаған заттарыңызды сала бересіздер. Біз қиярларымызды осылай жасаған кезде ең басты нәрсе ол біз банкаларымызды булап алуымыз керек. Жаңағыдай буға стерильдеп алуымыз керек. Менің анам сол ең басты нәрсе деп атайды. Өйткені микробтар барлығы өлу керек дейді. Және де біз осылай салып жатқан кезде банканың аузына қолымыздың ұшын да тигізбеуіміз керек. Сол кезде микроб түспейді. Біздің қиярларымыз өте қытырлақ болып тұру үшін ең басты ингредиент ол осындай өсімдік екен. Бұның аты хрен деп аталады екен. Қазақшасын білмедім. Осылай барлығын кішкене бөліктерге бөле отырып, банкаларымызға салып шықсақ, біздің қиярларымыз ертең ашып жегенде өте қытырлақ болып тұрады. Міне осылай барлық заттарды банкаларымызға салып болдық. Енді банкаларымыздың барлығын күннің астына қоямыз да, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Осылай толтырып құйыңыздар және де қақпағын жауып қойып қоямыз.
Тура осылай біздің банкаларымыз 1 сағат тұруы керек, өйткені ішіндегі қиярларымыз ыстық суға пісуі қажет. Және де бұл зат біздің ең басты ескеретін затымыз болып табылады. Енді қиярларымызды 1 сағат өткеннен кейін міндетті түрде суын төгіңіздер, және де тура осылай 3 қайтара жасаймыз. Яғни қиярларымызға су құямыз, төгеміз, 1 сағат өткен соң қайттан су құямыз, төгеміз дегендей осыны 3 қайтара жасаймыз. Сол кезде біздің қиярларымыз толық пісетін болады. Қиярларымыздың суын 3 рет ауыстырып алдық. Ендігі кезекте банкаларымыздың ішіне 2 ас қасық тұз саламыз, және де 1 ас қасық қантты салып шығатын боламыз. Бұл кезде біздің банкамыздың ішінде су болмау керек, барлығын төгіп тастауымыз керек. Өйткені қазір үстіне жаңадан су құятын боламыз. Барлығының ішіне тұзын, қантын салып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып алатын боламыз. Барлығына бірдей етіп, толық жауып тұратындай етіп құямыз. Ыстық суды міндетті түрде барлық жерін жауып тұратындай етіп, банкамызды толтырып құятын боламыз. Ыстық суды құйып болғаннан кейін ендігі кезекте қақпағын ашып, 1 шай қасық уксус құятын боламыз. Менде 70% уксус, барлығына осылай 1 шай қасықтан құйып шығатын боламыз. Ендігі кезекте банкаларымыздың қақпағын осылай жауып шығатын боламыз. Бұл жерде менің әкем жауып жатыр. Барлығын жақсылап тұрып жауып шығамыз да қақпағын. Содан соң осылай айналдырып отырамыз, өйткені ішіндегі тұзы мен қанты толық еруі керек. Содан соң банкаларымыздың барлығын осылай төңкеріп қоятын боламыз, және де айналасын барлығын жауып орап тастаймыз да. 24 сағаттан соң ашатын боламыз, яғни толық суығанша тұруы керек. Міне осымен біздің қысқа дайындаған қиярларымыз осылайша дайындалады. Ескеретін жайттарды ескеріп жасасаңыздар, барлығы әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.